Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қышыма, яғни чесотка ауруы туралы ақпарат бермекшімін. Бұл ауруды тудыратын қышыма кенесі адамнан адамға тығыз контакт арқылы жұғады. Мысалы, киім, төсек орын арқылы жұғады. Қышыма кенесі терінің беткі қабаты, мүйізді қабатына кіріп жұмыртқалайды. Бұл жерде бөртпелер алдымен көпіршік тәрізді болып, содан кейін түйінге айналады. Бөртпелер қалай сипатталады? Бөртпелер өте қатты қышиды. Әсіресе кешке жақын, яғни түнге қарай қатты қышитын болады. Қышыма ауруының ерекшелігі теріде бөртпелер болмай тұрса да тері қышып бастайды. Бөртпелерге қарасақ, терінің астында кененің жүрген жолдарын көруге болады. Қышыма кенесінің зақымдайтын жері көбіне қолдар және саусақтардың арасы, аяқтарды саусақтардың арасы, білезік, тобық, қолтық, бел аймағы, шап аймағы және табан мен алақан аймағында зақымдайды. Сонымен қатар кішкентай балаларда бүкіл денесінде, сонымен қатар бастың шашты бөлігінде де бөртпелер болады. Диагнозды қалай қоямыз? Диагнозды растау үшін бөртпелерден жағынды алынып зерттеуге жіберіледі. Егер дәл осындай белгілерді байқайтын болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралып ем қабылдағаныңыз абзал. Өз бетіңізше ем қабылдамаңыз. Чесотка кезде теріге арнайы крем-мазер қолданылады, яғни қышыма кенесіне қарсы тек сыртқа қолдануға арналған крем-мазер қолданылады. Үй ішіндегі адамдардың барлығы да емделуі қажет. Крем-мазер бүкіл жерге, яғни бүкіл денеге жағылады және құрғақ теріге жағылады. Бүкіл киімдерді, төсектерді 50-60 градуста 1-2 сағат жуып, содан кейін үтіктеу қажет. Ал жуылмайтын заттарды пакетке салып, аузын буып 3 күнге қалдыру қажет. Және бұл аурудың емін сізге дәрігер тағайындайды. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.